Құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен орта ғасырлық Қазақстан тарихында елеулі оқиға болған моңғол шапқыншылығы туралы айтамыз. Жалпы біз ең бірінші моңғол империясының құрылуынан бастаймыз. Моңғол империясының негізін қалаған Шыңғыс хан 1155-1227 жылдар аралығында өмір сүрді. Моңғол империясының құрылуы 13 ғасыр. Жалпы бізге сұрақтар келеді, 13 ғасырда құрылған, 13 ғасырдың басында дейікші, 1206 жылы құрылған әскери феодалдық мемлекет. Әскери дегеніміз ол жалпы әскери потенциал, бұл мемлекеттің құрылуы 1206 жылы белгілі болды. Яса заңдар жинағында бекітілген мемлекеттік орган ол құрылтай болды. Сол ең бірінші құрылтайда Темуджинді Шыңғыс хан деп хан көтереді. Шыңғыс хан деген сөздің мағынасы, Шыңғыс деген ол теңіздей алып, үлкен беделді деген мағынада қолданылған болатын. 1206 жылы ең бірінші құрылтайда тайпалық одақтардың басын қосып, біріктіріп, көп тайпаларды құрамына күшпен қосып алған сол кезде моңғол империясы пайда болады. Құрылымдық жағынан сол қанаты жоңғар, оң қанаты барымғар және орталық қанаты қол деп атанған болатын. Жалпы Шыңғыс хан өзінің астанасы ретінде ең бірінші құрылтай өткізілген Қарақорым қаласын таңдап алады. Және де өзінің заңдарында, заңдар жинағы Ясада ең бірінші Шыңғыс ханның нақыл сөздері әскери және азаматтық заңдар болды. Кешіктен, яғни жалпы Шыңғыс ханның өзінің жеке оққағарлары десек те болады. Сонымен бірге әскерінің ерекшелігі ол жасақшылар. Яғни біз бізде әскер бар. Ондықтан, жүздіктен, мыңдықтан, түменнен тұрады. Бұл ең бірінші әскери дисциплина. Біз басында айттық, әскери феодалдық мемлекетте. Және де жасақшылар ең бірінші бекеттен бекетке бірден ақпаратты жеткізумен айналысатын болды. Және де ол кейіннен пошта қызметі ретінде аталып кетті. Жалпы бұл ерекшелікті айтамыз. Тағы бір ерекшелігі ол 1211-1215 жылдар аралығында Шыңғыс ханның солтүстік Қытайға басып кіруі. Жалпы моңғол әскерлері сол кезде мынадай құрылғы, яғни отпен, таспен қамал бұзатын қаруларды өздеріне алады. Яғни Қытай империясының әскерінің жалпы көптеген артиллериясын сол кезде қолына түсірген болатын. Жалпы біз Шыңғыс ханның осы билік еткен жылдары және оның ұлдарына бөліп берген үлесі, яғни кейбір деректерде інжу деп келеді. Ол туралы біз өтеміз қажының 16 ғасырда жазылған Шыңғыс нама еңбегінен білеміз. Ал Марко Поло бізде ол Қарақорым туралы және де Шыңғыс ханның жалпы басқару стратегиясы туралы айтқан болатын. Жалпы Шыңғыс хан өзінің басып алған жерлерінде дінге ешқандай тыйым салмайтын болған, және де жергілікті халық оны жақсы қабылдаған болатын. Кейіннен әрине ол территорияларға өзінің адамдарын қойып отырған, ол туралы да Марко Поло жазып кетті. Және де кейіннен біз әрине Орта Азияны басып алуға келеміз. Орта Азия, оның ішінде Қазақстан. Жалпы 1207-8 жылдары Жошы хан Сібір халықтарын, Енисей қырғыздарын басып алды. Кейіннен Шыңғыс хан Тұрфан, Таңғұт, сонымен қатар ұйғырларды өзіне қосып алған болатын. 1211-15 жылы солтүстік Қытай дедік. Солтүстік Қытайға басып кіріп, Қытайдың көптеген өнертапқыш құралдарын, сонымен қатар инженерлік құралдарын қолына түсірді дедік. Кейіннен Жувейни осы 1218 жылдан бастап Хорезм шах және де Шыңғыс ханның арасында болған елшілік туралы айтады. Яғни Отырар қаласына 500 түйе, сонымен қатар 450 адамды жіберді дейді. Және де сол кезде Қайырхан оларды тыңшы деп өлтірткізеді. Сол кезде жалпы 6 ай бойы берілмеген қала деген ол Отырар опатының болуы туралы жазған кім? Бізде Жувейни. Бұл қаланы 1219 жылы қоршауға жіберілген, ол әскерді бастаған Үгедей мен Шағатай болды. 1219-1224 жылдары толығымен Орта Азияны басып алды. Олармен бірге 150 мың әскер жіберілген болатын. Жалпы сыр бойындағы қалалар ол Жошы хан жіберіледі ол қалаларды басып алуға, және де ең көп қарсылық көрсеткен ол Отырар, 6 айға созылған, және де 1220 жылда Сығанақтың маңына жетеді. Сөйтіп ол қала 7 күн 7 түн берілмей тұрады.
Келесі бізде Ашнас қаласы, ол кезде екі жақтың күштері тең емес болады. Және де Ашнас қаласын басып алады бірден. Сонымен осы үш қаланы жермен жексен еткен болады. Бірақ 17 ғасырда Отырар қаласы жанданып, кейіннен ары қарай өмір сүре берді. Және де қазақ хандығының құрамына кірді. Бізде Жен және Баласағұн қалалары, олар жалпы еш соғыссыз берілген қалалар. Тіпті Баласағұн қаласын мейірімді қала немесе қайырымды қала деп атап кеткен болатын. 1223 жылы қыпшақтар жалпы Калка маңындағы шайқасты білеміз. Ол кезде қыпшақтар әскері қосылған біріккен Русь князьдіктерінің әскерлері моңғолдармен бірге соғысқан болатын. Ол кезде олар жеңіліп қалады. Сөйтіп қыпшақтар жалпы бүткіл осы Орта Азияның дешті қыпшақты мекендеген халықтар, олар Жошы ұлысына қосылып кеткен болатын. Осы кезде ұлыстар туралы айта кетейік. Жошы, яғни Моңғол империясының құрамына кірді дедік, Орта Азия толығымен. Кикілжің тудырған еді. Жалпы біз білеміз, 11 ғасырда Несториан дінін, яғни христиандың Несториан бағытын қабылдаған наймандар, олар мемлекеттік орталықтандыру мақсатына қабылдаған болатын. Ал енді мұсылман халқы, жалпы екі халықтың арасында келіспеушілік болады. Және де бұл келіспеушілікті басқан осы Шыңғысхан әскері. Жалпы оның басында кім болды? Жебен Оян. Жебен Оянды Жетісу халықтары құшақ жая қарсы алды деген деректер бар. Не себеппен бұлай болды деген кезде, онда Шыңғысхан жалпы жаулап алынған жерлерде дінге тыйым салмауы. Жалпы бұл кейіннен Қыпшақ даласы да, Жетісу даласы да толығымен осы империяның құрамына кіріп, кейін осында құрылған орта ғасырлық мемлекеттердің құрамына кіріп кеткен болатын. Осымен моңғол шапқыншылығы тақырыбын аяқтаймыз. Сау саламатты болыңыздар. Осымен сабақ бітті.